Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен шарф тоқудың ең оңай жолын үйренетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Қыздар, мен осындай жіпті қолданамын. 100 грамм, 100 метр. Қараңыздар, яғни 8 крючокпен қолдануға болады демеймін, бірақ мен осындай 4 миллиметрлік крючокты қолданамын. 70% акриль, 30% шерсть. Енді біз тоқып бастаймыз. Қараңыздар, бастайық. Енді қыздар, ең алдымен біз сақина жасаймыз. Тоқу жолы өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Осы аламызда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Осылай 30 сақина тоқисыздар. Қараңыздар, енді 30 сақинадан бөлек плюс 1 сақина тоқисыздар да. Мынаған күттісіздер, бүйтіп тұрғанға осылай крючок тағасыздар. Кіргізесіздер. Екіншісінде осылай кіргізесіздер. Үшіншісіне де. Төртіншісіне де. Бесіншісіне де. Алтыншысына да. Жетіншісіне де. Осылай деп до конца тоқисыздар. Қараңыздар, мен осылай тоқып шықтым. Мына жағына дейін тоқыдым. Енді плюс 1 сақина тоқимын да. Мынаған осылай айналдырамын да. Қараңыздар, мынаған көріп тұрсыздар ғой. Мынаған осылай кіргізесіздер. Енді мынау екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі, алтыншысы, жетіншісі, 8. Қыздар, тап осылай өзіңіздің шарфыңыздың керек жеріне дейін тап осылай өзгеріссіз тоқи бересіздер. Ешқандай өзгермейді. Қыздар, қараңыздар, мен тоқып болдым. Мынау қыздар, қараңыздар. Жоғары қарап тұр ғой, бұл оң жағы. Мына жерде төмен қарап тұрған сол жағы. Және де қыздар, мынау деген мысалы осылай қосылады. Және де осылай қараңыздар, созылады. Және де енді міне арасын. Мынау оң жағы болған соң, мынаны мысалы теріс қаратамыз, төмен қарап тұрған жағын. Солай істесеңіз болады. Енді қыздар, қараңыздар, мына жерге крючогымызды кіргіземіз. Мынаяқтан аламыз. Осылай. Мына жақтан және де осылай кіргізесіздер. Мына жақтан алмайсыздар.
міне қыздар, осындай қылып тоқыдым. Енді көмір қышысын. Қараңыздар, өстіп үлгілі мойынға тағатын қалап мына жерді қиып тастасаңыздар, мойынға тағатын болып күшті. Сізге менің видеом ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Қыздар, сіздерге менің видеом ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де осы бас киімнің тоқылу жолы төменде ссылка арқылы өтсеңіздер болады. Көп рахмет.